Ішкі істер министрі Ержан Саденов Түркістан қаласына жасаған жұмыс сапар аясында өңір әкімі Дархан Сатыбалдымен бірге жаңа учаскелік полиция пунктінің ашылуына қатысты. Қаланы 6 секторға бөлінген, 6 сектордың барлығының өздерінің сектор басшылары бар. Солармен бірге учаскелік инспекторларының жұмыстарды бақылап отырмыз. Соңғы үлгідегі полиция пункті 38 мыңнан астам тұрғыны бар Отырар мөлтек ауданында орналасқан. Мұнда 10 учаскелік полиция инспекторы қызмет етеді. Одан бөлек жасөспірімдермен жұмыс жасайтын инспектор, көші-қон полициясы, пробация қызметкері де бар. Нысанда арнайы мәжіліс залы, ана мен бала бөлмесі, асхана, демалыс орны қарастырылған. Полиция ведомствосының басшысы пункттың жұмысын тексеріп қана қоймай, жергілікті тұрғындармен де кездесті. Сонымен қатар Ержан Саденов Түркістан облысы полиция департаментінің жаңа ғимаратында да болды.